Сәлем баршаңызға, менің атым Алмас Алтай. Мен референдумға бармай қалсам не болады? Ештеңе болмайды. Сенен гөрі көз ашық, сенен гөрі сауаттырақ азаматтар барады. Жаңа Қазақстанның гүлденуіне, түлеп жаңғыруына өзінің азаматтық құқын пайдаланып, дауыс береді. Бармайсыңдар ғой? Сендер бармайсыңдар ғой, үйде доп ойнайсыңдар ма, доп бар үйде? Барайық та бізді. Соға? Бізде барамыз еу. Айтпаңдар деймін. Бізде барайық, атше. Жамырамаңдашы, шей. Жамырамаңдашы. Бармауға болады әрине. Алайда, бұл бізге берілген тарихи мүмкіндік. Себебі жаңа Қазақстан, мүлде басқа Қазақстан дәл осы референдумнан басталуы мүмкін. Қазақтың да заң мен тәртіп салтанат құрған, жемқорлықтан ада, таза елде тұратындай уақыты келген шығар. Ал сондай елді жасауға сен де көмектес. Жаңа Қазақстанды құруға сенің даусың қажет деген кезде кері тартсаң, сенің кім болғаның? Жалпы халық арасында осы референдум кімге пайдалы деген үлкен сұрақ бар. Есіңізде ұстаңыз. Бізге пайдалы. Қарапайым қазаққа пайдалы. Өйткені бұрынғы Қазақстанда биліктің астауынан жем жеген олигархтарға ештеңенің өзгермегені керек. Бұл Қазақстанның түбегейлі өзгеруіне әкелетін өзгерістер. Оған бүкіл халық болып атсалысу қажет. Біріншіден бұл жерде біз суперпрезиденттік модельден кетіп, жалпы конституцияның алдында барлық адамдардың тең құқылы екенін біз жариялап отырмыз. Бұл жерде мықты президент, ықпалды парламент және есеп беретін үкімет дейтін формулаға, модельге көшеміз. Яғни президенттің кейбір өкілеттіктері шектеледі. Немесе кейбір оған қатысты, немесе тұңғыш президент елбасына қатысты нормалар алынып тасталынады. Тоқаевтың жасап жатқан өзгерістерін олар жек көреді. Қайта өзгеріс деген нәрсенің мүлде болмағанын, біздердің оларға көбірек жем болғанымызды қалаған үстіне қалай түседі. Ей, інім, сен мен жүрген жолдармен жүрген жоқсың ғой әлі. Қайта сен оған жете алмайсың. Ол үшін сен біраз движа кетің керек. Бажеге ассаламағалейкум. Қалайсың? Болды. Тоқаев соңғы 30 жылда қалыптасқан олигархтарға біраз жедіңдер ғой. Енді сол жегеннің біразын елге қайтару керек болады деп қадап айтқан. Өткен де бір жиында. Өзгеріс дәл сол жиыннан басталған секілді. Мы строим слышащее государство. Это не громкая фраза, это не фигура речи. Это действительно государство, которое должно внимательно прислушиваться к мнению своих граждан. И наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан, и все его конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках. Расында Тоқаев елде жаңа саяси өзгерістер мен Қазақстанның дамуы түбегейлі басқа курсқа көшеді деген мәселені қаңтардан бері айтып келе жатыр. Негізгі өзгерістердің күзде болатынын айтқан, алайда белгісіз себептермен процесс шапшаңдап 5 маусым күні Қазақстан жаңару жолындағы алғашқы қадамын, яғни референдумды өткізетін болды. Біз көптеген демократиялық мемлекеттерді алдыға қойып үлгі ретінде қоямыз. Соның бірі Америкалық Құрама Штаттарында мысалға 230-дан астам 233 жыл болыпты мына конституцияларын қабылдағанына. Дегенмен 30-ға жуық жаңағы өзгерістер енгізілген екен. Қазіргі заманға сай әлі қабылдануда өзгерістер енгізілуде. Сол себепті біздің ата заңымызға әрине осы референдум қазіргі таңда қажет екенін біз бәріміз түсініп отырмыз, біліп отырмыз. Жалпы референдумның сайлаудан айырмасы ол мерзімді нәрсе емес. Араға қаншама жылдар салып, өте маңызды шешімдер қабылдайтын кезде шешімін халықтан сұрайды. Конституциялық өзгерістер, президент өкілеттілігінің мерзімі және тәуелсіздікке қатысты, яғни белгілі бір одаққа кіру немесе шығу үшін референдум жасалады. Демек, біз осы референдумды абыроймен өткізсек, күндердің бір күнінде кедендік одақтан немесе Еуразиялық одақтан шығу туралы мәселеде күн тәртібіне қойылуы әбден мүмкін. Дәл осы референдумның халыққа тигізетін тағы бір пайдасы ол жергілікті өзін өзі басқарудың күшейе түсуі. Облыстар мен аудандарда мәслихат депутаттарын халықтың сайлауы бұл өзгерістердің алғашқы қадамы.
Өз кезегінде бұл депутаттар облыс әкімін өздері бекіткен соң, одан халыққа қажетті нәрселерді талап ете алатын болады. Сайып келгенде жергілікті басқарудағы өзгерістер өңірлердің орталыққа алаңдамай, өздерінше дамуына серпін береді. Әр өңір өз бетінше қуатты болса, қуатты Қазақстан дегеніміз сол емес пе? Өте орындық сұрақ, өте. Мен ойланам, ертең айтам. Жоқ, ертең болмайды. Жауап маған қазір керек. Жақсы. Қазір ойланам, қатты ойланам, ертең айтам. Тоқтаңыз. Сонымен 5 маусым күні бүкіл халықтық референдум, сенің бюллетенің, сенің өмірді өзгертуге берілген мүмкіндігің сені өз учаскеңде күтеді. Ниеттенсең, еліңнің жақсы өмір сүруіне тілектес болсаң, ол аса қиын шаруа емес. Мен барамын, өйткені менің даусым маңызды. Менің даусым Қазақстанға керек. Сіздікі де?